болған жағдай, өзге ұлт өкілінің орысша сөйлейсің деп, орысша сөйле деп деген талабы үлкен қызу талқыға түсті. Іліп алып барлық әлеуметтік желіде бөлісті. Пікірлерін оқысаң, бұдан бұлай барлығымыз қазақша сөйлейік, қазақша сөйлеуді талап етейік деген пікірлерді өте көп көрдім. Жалпы осы оқиға дұрыс болды. Жалпы қазақ тілі осындайдан кейін барып дамитын сияқты. Естеріңізде болса, қыста ғой деймін, Алматыда Шымбұлақтағы дәмханада да осындай жағдай болды. Яғни администратор қазақша сөйлемегеннен кейін осылай видео түсірді. Ертесінде барлығы көтерілді. Қазақ тілінің жанашырлары көтерілді. Тугиске отзывқа жаман пікір жазды. Ешқайсымыз ол кафеге бармаймыз деп кәдімгідей үдере көтерілді. Содан кейін 1-2 күнде барлық қалпына келді, кешірім сұрады, оны жұмыстан шығарды. 2-3 күннен кейін барып тексерсе, барлығы қазақша сайрап тұр дейді. Міне жеңіс. Енді жалпы тілді сізбен біз осылай көтеріп, осылай жеңетін сияқтымыз, Оны бір мемлекеттен, үкіметтен талап етудің қажеті жоқ. Әрқайсымыз өзіміз осылай бастасақ. Мысалы, мен өзім заправкілерге жанармай құю бекетіне кірген кезде орыс өзге ұлт өкілі тұрса, мен қазақша айтам, саламатсыз ба, сәлеметсіз бе деп амандасам, яғни 95 осыншама колонкаға құйыңызшы деймін. Олар түсінеді, құйып береді, қазақша амандасады. Бұлай қалыпты, жақсы жағдай. Сондықтан дүкенге барсақ та, дәмханаға барсақ та, қайда барсақ та әрқайсымыз осылай қазақша сөйлесек, негіз қазақ тілі дамиды деп ойлаймын. Өз ойым, сіздің пікіріңіз. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.